Армысыздар, менің есімім Ләйлім, мен 9 жастамын. Шынар апай бастаған Абайдың өлеңдерін жатқа айту эстафетасын жалғастырамын. Осы эстафетаны президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа, министр Дәурен Абаевқа және әнші Сәкен Майғазиевқа жолдаймын. Абай, әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық талапты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады білсең керек. Ақыл, қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жан еместі жақсы демек. Ақылда, ашуда жоқ, күлкіде жоқ, тулап, қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз. Ғылым сол үшеуінің жөнін біл.